Пасхальная служба прозвучала на казахском языке. В сети появилось видео, как священнослужители читают молитву на казахском языке. На первом видео пасхальное обслуживание в Актубе провел иеромонах Яков Воронцов. Ол дүниеде бар еді, дүние ол арқылы басталды, бірақ дүние оны танымады. Ол өз халқына келді, бірақ олар оны қабылмады. Ал оны қабылдап, оның атына сенгендерге Құдайдың баласы болға білік бірді. Олар қан мен тәннен немесе еркектің қалауының емес, бірақ Құдайдан туылған. Сөз адамға айналып, рақымдылық пен шындыққа толы арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз ұлының даңқын көрдік. Иоанн ол туралы куәлік етіп дауыстап, менен кейін келе жатқан менің алдыма шықты. Өйткені ол маған дейін бар болған, деп мен айтқан осы деді. Оның толықтығынан барлығымыз рақымның үстіне рақым қабылдадық. Өйткені заң Мойсей арқылы берілді, ал рақым мен шындық Иисус Христос арқылы пайда болды. Второе действие произошло в Алматы. Söz Құдай еді, сөз әуелден Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан, жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Сөз өмірдің бастауы болған сол, өмір адамзат үшін нұр еді, нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес. На обеих роликах можно услышать молитву священнослужителей на казахском языке. Как оказалось, это обычная практика, и помимо казахского молитву в Пасху зачитывают на древнегреческом, латинском, церковнославянском, русском, английском, мордовском и арамейском языках. В воскресенье православные Казахстана отметили Пасху или Светлое христианство воскресение. С праздником всех православных казахстанцев поздравил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что этот праздник олицетворяет торжество добра, мира и справедливости, а также побуждение людей к милосердию и заботе о ближних.